Бәріне сәлем. Бүгін сіздерге компотты дұрыс қайнатуды көрсетемін. Ол үшін кептірілген жемістерді суық суға 2 рет жуып аламыз. Үстіне су құйып 5 минутқа қалдырамыз. Ыдысымызға салып, үстіне суымызды құйып, қатты отта 1 сағат қайнатамыз. 1 сағат өткен соң үстіне еселеп су құйып, қант пен жуылған барбарис қосып, 15 минут қайнатамыз. Компотымыз дайын. Алда тағы тексерілген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеоны бірінші көру үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.